Сәлем шебер ханымдар. Бүгін сіздермен мен шебер құралай осындай әдемі кәжекейге хрусталикпен әдемі бисерлейтін боламыз. Қолдауыңыз ретінде маған тіркеліп қоңыраушаны басып лайк басып кетіңіздер. Ал осындай матаны алып, матаға дублирин емес флизелин жабыстырамыз. Флизелинді әдемілеп, үтіктеп, пармен болсын, парсыз болсын, мұқият жақсылап асырылып кетпес үшін бір немесе 4-5 секундтай матаға қойып, үстінен үтікпен басып аламыз. Ал одан кейін бізге керек нәрселер ол бисер. Бисер мен рубканың айырмашылығын алдыңғы видеода көрсетіп кеттім. Бізге осындай әдемі бисер керек, сары түсті. Және де хрусталиктер керек. 8 мм хрусталик керек осындай үлкен, одан кейін 4 мм хрусталик керек. 4 мм хрусталик. Және де бізге пайетка керек. Пайетка желательно дубайский немесе украинский, индийский алған жақсы. Ал осылай манаға жабыстырған флизелиннің аптачка тігетін жерімізді әдемілеп сызып аламыз. Аптачканың сызған жерімізден ар жағынан 5 мм-ден ары қарай аптачкамызды тіге берсек болады. Осы сызықтан бері қарай 2 см өлшейміз. 2 см өлшейміз. Және де сол өлшеген нүктелердің бойымен тағы да сызық сызып аламыз. Кетіретін паста сия пайдалансаңыз болады, кетпейтін де пайдалансаңыз болады. Кәжекейдің шетін бүгетін жерін белгілеп қалдырып кетеміз 3 немесе 5 см. Мен көбінесе 3 см қалдырып кетемін. Осы жерден бастап 1,5 см өлшейміз. 1,5-1,5-1,5-нан өлшей береміз. До конца өлшеп кете береміз. Астыңғысынан және үстіңгісінен перпендикулярны дейді ғой, соның 1,5-нан қақ ортасынан бастап нүктені алып, одан кейін сол 1,5-нің ортасымен көзбен де істей беремін. Осылай өлшеп шықсақ болады. Тағы да белгі қалдырып кетеміз. Сіздер егерде бастапқыда сия емес, кетіретін ручка алсаңыз, осындай шытысып кеткенде үтіктеп кетіріп тастап қайтадан өлшеп сызсаңыз болады. Кетіретін ручкасының бір жақсы сол. Және осы сызықтан бері қарай 3 мм тағы да сызық жүргіземіз. Өйткені пайеткамыз осы 2 см-дің ішінде болу керек. 2 см-ден шықпау керек пайеткамыздың шеті. Сол себепті 3 мм үстіңгі жағынан белгі қалдырып үлкен сызық сызамыз. 3 мм астыңғы жағынан 5 мм болса көп болып кетеді. Сол себепті 3 мм қалдырамыз. 3 мм қалдырып сызық сызамыз. Пайеткамыз осы. Ендігі жерде осы көрсетілген сызықтарды қосып шығамыз өзімізге. Бұл сызықтардың бұлай көмегі де керек емес, бірақ енді бастапқыда сізге түсінікті болу үшін сызған жақсы. Ал мен осындай мононитпен тігемін. Бұл мононит жұқа болады, және де тіккен бисеріміздің хрусталиктің шетінен шығып тұрмайтын, качественный, сапалы болып тігіледі. Бұның размері 0,12 мм жұқа жіп сияқты болады. Бұлардың размерлері өте көп. Мысал ретінде мен жаңағы пәл сағат тіккен кестемнің шеттерін көрсетіп жатырмын. Бұл жерде ешқандай жіп көрінбейді. И сапалы, качественный болып тұрады сіздің тіккен оюыңыз. Сол себепті көрсетіп жатырмын, қандай эффект беретінді.
Енді өзіңізге қараңыз, ыңғайлы болса жіппен де пайдалана берсеңіз болады. Қатып қалған еш нәрсе жоқ, ешқандай қатып қалған заң жоқ. Кімге қалай ыңғайлы тіге беруге болады. Бірақ өзіме мононит ыңғайлы. Монониттен сапалы және өте әдемі ұқыпты болып шығады. Енді бер жағында түсірген сызғымыз бар ғой матаға. Енді соны арғы бетке өткізу үшін, чтобы көріну үшін де, бер қарай қарап отырмау үшін де, ары қарай көктеп матаның бетіне шығарып алсақ болады. Көктеп белгілерін. Ол бізге мойын, желке тұстарын тіккен кезде керек, өйткені аптачканың тігіп алған кезде ыңғайсыз болады да, ішкі жағына қарап отыру үшін. Сол үшін белгі ретінде басқа түсті жіппен, жасыл болсын, ақ болсын, қызыл болсын, жіппен тігіп алсаңыз, осылай жақсы болады. Мен енді пока мононитпен, қолымдағы мононитпен тігіп жатырмын. Осылай 3 мм мана сыздық қой, екінші сызықты соның үстіне Ал енді мононитімізге түйінді қалай жасаймыз? Мононитке осылай 1, 2, 3 рет байлаймыз да. Тағы да бір рет істесек болады. Түйін кішкене қалыңдау болу үшін 1, 2, 3 жіпті тартып осылай түйін жасаймыз. Керек емес, артығын қиып тастаймыз, өйткені адамның денесіне кірген кезде қыштады. Сол себепті артығын алып тастаған жақсы. Ал кеттік, бастаймыз. Манағы сол 3 мм қалдырған сызықтың жанынан түйреп 2 рет фиксация жасаймыз. Фиксация деген бекіту ғой, жіпті бекітіп аламыз. Бекітіп аламыз да. Бізге бір пайетка қажет болады. Пайеткамыз, хрусталик, содан кейін бейсер, қайтадан хрусталик. Осылай 4 штуктан аламыз. Біздің пайеткамыз, менің пайеткам бұл украинский пайетка. Качествосы өте жақсы. Түктегенде ыңғайлы, жандай деформация болмайды да. Пайеткаларында да әртүрлі качестволар болады. Жуғанда және несі кет қалмайтындай, өзінің бояуы кет қалмайтын түрлері. Бір хрусталик алдық, бисер, тағы да бір хрусталик, бисер, тағы да бір хрусталик. Осылай 4-еуін аламыз. Екі жағында пайеткамен бекітеміз. Пайеткамен бекітіп, шашлык болды, в общем. Мононитпен тіккен кезде жібіміз шатасып кетпес үшін әдемілеп қолымызбен ыңғайлап, жіптің өтуін ыңғайлап отыруымыз қажет. А то шатасып кетеді. Қалай болғанда да шатасады. Жіптен қарағанда мононит кішкене өзіме ыңғайлы. Енді қараңыз, келесі беттен қарап, 3 мм екінші сызған сызымыздан сол жерден иінемен түйрейміз. Жалпы алғанда осы 2 сантиметрдің ішінде болу керек та, пайетканың доңғалақ біткен жері 2 сантиметрдің ішінде болу керек. Сол кезде біздің хрусталиктеріміз, жібіміз бір-біріне тартып тұрмайды. Алдын ала шатасып кетпеу үшін осылай ыңғайлап аламыз. Бастапқыда енді сізге бір кішкене үйреншікті емес болады мононит, бірақ бір үйреніп кетсеңіз, обычный жіппен тіге алмай қаласыз. Ол енді рас. Бірақ мононит өте жақсы, өзіме қатты ұнайды осы мононит деген. Любой тіккен бисерді сапалы қылып тіркеледі.
көрсетеді. Міне қараңыз, осында кішкене томпайып тұрады да. Ал егер де біз манағы 2 сантиметрдің точно үстінен тіксетін болсақ, онда тартылып пайеткамыз кәдімгідей жатпай қалады да үстіне. Енді астына пайеткадан сосын бір хрусталиктен шығарамыз, бисерден шығармаймыз, бисер қалады. Қазір тағы да бір бисер, міне көрдіңіз, бір бисер хрусталик, үшеуден енді кетеміз. Бастапқыда ең бірінші 4 болады, қалған енді 3 болады. Бір бисер болады, бір хрусталик, бір бисер, бір хрусталик, тағы да бір бисер, тағы да бір хрусталик. Сонымен бізде 3 болды. Осының соңын пайеткамен бекітеміз. Сонда екі бисер бір бағыт сияқты болып тұрады да. Ыңғайлап аламыз. Келесі жағынан қарап, матаның қай жерден шықтық, инеміз шықты, соны қарап отырсақ болады. Сол 3 мм сызған екінші сызықтың бойымен алып отырамыз постоянно. Кішкене осылай шатасады енді, бірақ жақсы деп қоймайды екен дейді да. Ал енді пайеткадан шығамыз, хрусталик, бисерден шықпаймыз, бисерді қалдырып кетеміз өзімен өзіне. Екінші бисер қазір қасына келіп, сонда бисер 2 бағыт болып тұрады да. Бисерден шықпаймыз, тек қана пайетка мен хрусталиктен қайтадан шығамыз. Бір бисер, бір хрусталик, бір бисер, бір хрусталик, 3 бисер, 3 хрусталик болу керек. Бисермен, пайеткамен бекітеміз, екінші жаққа шығамыз. Енді үлкен хрусталик, 8 мм хрусталиктерді тігеміз. Оны кәдімгідей ортасынан 2 жүреміз бағыттап, ілмек сияқты. 2 рет аламыз да, осылай. 2 рет өткіземіз. Екіншісіне өткізгенде келесі бөлікке, келесі үшбұрыштың ішіне өткетеміз. Және де осылай тағы да бөлек алып, обратно жүріп, қайтадан үстінен өтіп, хрусталиктің келесі үшбұрышқа осылай өткетеміз. Түсініксіз болса, паузаға қойып, стопты басып, тағы да бір видеоны жақындатып, қаратып алсаңыз, түп түсінікті болып шығады. Видеоды бірнеше рет қарасаңыз да болады, түсініксіз болып жатса. Менің шағын мастер-классым сізге ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіздер. Кездескенше сау болыңыздар.